Қайырлы күн, құрметті депутаттар және сессия қатысушылар. Аудандық мәслихаттың 11 депутатынан бүгінгі 40-шы кезектен тыс сессияға 10 депутат қатысып отыр. Оның ішінде 6 депутат Zoom арқылы. Форум бар, сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Железин аудандық мәслихаттың 8-ші сайланған 40-шы кезектен тыс сессиясы ашық деп жарияланды. Сессия жұмысына аудан әкімі Айтуған Абылайұлы Шайхимов, ауданның ұйымдары мен мекемелерінің басшылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысады. Құрметті әріптестер, күн тәртібін бекітуіміз керек. Күн тәртібі қолдарыңызда бар. Күн тәртібі бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Сондай-ақ сессия жұмысының регламентін бекітуіміз керек. Регламент қолдарыңызда бар. Регламент бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, онда регламентін бекітуіміз керек. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Ұсыныстар мен ескертулерді есепке алып жинақтауды ұйымдастыру үшін бізге сессия хатшылығын сайлау қажет. Хатшылыққа 2 кісі сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бола ма? Онда дербес нөмір 9 сайлау округінің аудандық мәслихатының депутаты Азат Қадырбайұлы Сергазин, мәслихат аппаратының ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зиновна Садыкова. Хатшылықтың құрамы бойынша басқа ұсыныстар бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Сайланды. Хатшылықтың мүшелері өз орындарыңызға жайғасыңыздар. Күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз. Бірінші мәселе бойынша сөз Светлана Владимировна Муллерға беріледі. Тұрақты комиссияда қарастырылды ма? Қарастырудың қажеті бар ма? Жақсы. Онда осы мәселе бойынша біз аудандық мәслихат сессиясының шешімін қабылдауымыз керек. Шешімнің жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Екінші мәселе, құрметті әріптестер, бізде Евгений Николаевич Мироновты аудандық мәслихаттың әлеуметтік, экономикалық және бюджет мәселелері жөнінде тұрақты комиссияның құрамына енгізуді ұсынамын. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, онда осы мәселе бойынша біз аудандық мәслихат сессиясының шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Сессия жүргізу бойынша ескертулер бола ма? Жақсы, онда барлықтарыңызға сессия жұмысына белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Депутаттар қаламыз. Депутаты остаемся, не отключаемся. Остальным всем спасибо, кто присутствует.